Тамаша театры. Бір қарағанда жай ғана қарапайым театр болып көрінуі мүмкін. Бірақ идеология тұрғысынан өте қауіпті қару. Олардың қарапайым халықтың санасына, пікіріне қатты әсері бар. Мәселен, өткендегі концерттеріндегі Горстрой туралы әзілдер немен аяқталды? Горстройдың директор жұмыстан кетті. Ал кешегі ғимарат және көше атаулары туралы әзілдерші. Совет одағының идеологиясына нағыз қарама-қарсы дүние. Сол себепті Тамаша театрын жабу туралы шешім қабылданды. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқарды, бара жатыр қос қайтып. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Құстар сызылтып ән салады, сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар көліп бастап өмірін, кетерінде жылайды алмай қалады. Кетерінде жылайды алмай қалады. Керемет, рахмет. Бүгінгі концертті абыроймен атқарып шығайық. Лұқпан аға. Розочка, бәрі дұрыс па? Налидің мазасы жоқ қой. Иә, сол кешеден бері мазастанып жүр. Дәрігерге апардың ба? Апардым. Бәрі дұрыс қой. Сіз шығып жатқан деп айтып жатыр. Мүмкін концерттегі орындары бастап көрейік. Иә, соны өзім де сізге айтайын деп едім. Так, бұлай істейік. Онда бүгін концертті сен аш. Мен? Иә. Лұқпан аға, бірінші бастаған қалай болады екен, а? Жоқ. Сен Роза Рымбаевасың. Көшті бастасаң да жарасады. Оны түйіндесең де жарасады. Рахмет, Лұқпан аға. Лұқа, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сен де бүгін ән айтушы ма едің? Жоға, Лұқа, бүгін қонақпын ғой мен. Мен саған билетті беруді ұмытып кеттім ғой, ренжімеші. Ми ашып жүр. Жоқ, Лұқа, бір өтінішім бар. Айта бер. Алдында айтқан Мейрамбек деген бала бар ғой. Сол баланы ретін тауып бүгінгі концертке кіргізіп жіберсек болмай ма? Алтынбек ай, осындайды нағып ертелік айтпайсыңдар, а? Біз барлық номердің реттелігін жасап қойдық. Бүйтейік, одан да оны келесі концертке шақырайық. Болды, Лұқа. Қайсар. Ау аға. Қайсар.
Менде мына билет артылып қалыпты. Туыстарыңа не болмаса достарыңа бересің. Маған қажеті жоқ аға. Ой, мен алсаңшы беріп тұрғанда. Келетін туысым да танысым да жоқ аға. Жарайды, өзің біл онда. Рахмет. Сенің есің дұрыс па? Билет керек емес дегенің не? Енді шақыратын ешкім болмаса оны қайтем аға. Лұқаның қолын қайтарған несі? Керек болмаса беріп тұрған соң алып алмайсың ба? Ой, әкең баламысың деген. Лұқпан аға. Лұқпан аға. Аға, жаңаға билеттерді алсам бола ма? Аяқ астынан жолдастарым билетін болып қап, соларға берейін деп едім. Ал. Рахмет аға. Азар, мына билеттерді не істейсің? Білмеймін аға. Сіз Лұқпан ағаның қолын қайтарма деген соң сұрап алдым. Босқа күйіп кетпесін, сыртта қанша адам билетсіз жүріп білесің ба? Онда таратып жіберейін. Тегін беретін болсаң, халықтың арасында шу шығарасың. Сатып жіберейін ба? Ой, әкең сатқан несі? Билет сатып жүргенде Лұқпан аға естісе білесің ба, не істейтінін? Ең не істеймін аға? Жарайды, маған бере салшы. Сен басын қатырып қатесің. Ор шаруаны істей бер. Өзім-ақ бүкіл ауыртпашылықты аламда жүре ме? Не болып қалды? Лұқпан аға, кешіріңізші. Мен Мейірман ағаны таба алмай жүрмін. Қалай таба алмай жүрсің? Ол жаңағы осында жүреді ғой. Тез тап. Жақсы. Лидочка, шай жесің ба? Ой, жақсы болар еді. Қане. Бәрекелді. Тоха, мынауың шай емес қой? Бір сен де. Даночка, шай жесің ба? Шай? Сіздің қолыңыздан шай ішу деген құрмет қой. Мынауыңыз не қуасыз ба? Дымда күлкілі емес. Ой, не болды? Өзің әзіл отауында жүріп қалжың түсінде алмайсың ба? О, Гулечка. Шай ішесің ба? Қойыңыз. Шайыңыз дәмді екен. Тағы да қойыңыз. Не іздеп жүрсің?
Не дейсің? Не іздеп жүрсің деймін? Не жоқ па не? Ақтота. Суретке түсіретін уақытты тауыпсың. Не болды? Бәрі дұрыс па? Концерт басталғалы жатыр, ал Мейірман аға жоқ. Сен көрмедің бе? Жоқ, көрген жоқпын. Қайда кетті екен? Мейірман ағаны іздеуге көмектесші. Жарайды. Қайда кетіп қалуы мүмкін? Баяғыда аштықтан қырылса, қазір суықтан, свет жоқ, қиналып жатыр дегенді естіп жатырмыз. Менің айтып тұрғаным анау жаңадан құрылған Көктөбе банкрот болып қалмасын дегенім ғой. Қожеке, қазір заман өзгерді ғой. Ана заман көкешегіңді айта бермей, қазақтар сияқты шетелден иномарка әкеліп мінбейсің бе? О, не істеймін ол иномарканы? Оның госпошлинасы қанша екен білесің ба? Бір машина алып келсең, 3 машинаның ақшасын сыпырып алады. Бұтыңдағы шалбарыңды шешсең де жетпейді оған. Одан да осы көкешегім жақсы. Мә, әке, осының бәрін қалай жаттап бағасыз? Енді балам, бұл менің жұмысым ғой. Мен де өскенде сіз сияқты әртіс болғым келеді. Балам-ау, бір үйге бір әртіс те жетеді. Ары қарай оқиық, Жарайды. Солай болса, Қожеке. Иә. Не болды? Оны иығым қолымды көтеріп бетір. Неге? Білмеймін, шаншу қадалып қалған ба, қолым көтерсем құрысып тұрғаны. Қалап берем ба? Сөйтші. Үшір ма? Иә, жақсы. Қаттырақ, Данчика. Қаттырақ деймін ау. Қолымда жан бар ма? Раука бар күшін салып жатырмын ғой енді. Шындағымен оқылайын ба? Иә, шындағымен өш. Ой, сезілмей тұр. Осын істейтін үйде еркекте жоқ қой шіркін. Шындығыз кетші. Дұрыс па? Иә, жақсы. Қыздар, қалайсыңдар? Қас. Иә. Ана костюмнің түймесі ырбиыпты да қалыпты, біреуің тігіп бересіңдер ме? Екеніңіз мен тігіп берейін. Сіз менің орныма өтіңіз. Түсінбедім. Түсінетін несі бар ғой саға? Келіңіз, арқамды қолап беріңізші. Жандама, не болды? Мынау арқам ауырып тұр. Соқ тек қалған ғой. Оң жағы иығың ба? Иә. Иә, жақсы. Қалай жақсы? Қатты ауыртып жіберсем айт. Жоқ, жетеді, қаттырақ. Жақсы. Енді жақсы болды. Әже. Раука, жай. Сырттан біреу естісе басқаша түсініп қалады. Жақсы. Мына қызда қоймады ғой. Есік жаба салайыншы. Раука. Тоқсынаға келе жатыр. Енді маған не қыл дейсің? Раука. Иә. Тағы қатты деймін. Тоқсанға не істеп жүрсіз? Не істеп жүргенесі? Гримерка қылып жатыр. Гримеркаға дейсіз ба? Тамақ іштіңіз бе? Ойбай, мына қызға не болған? Баш мазамды алмайды. Аға, бағанағы шайыңыз дұрыс болмады. Жүріңізші буфетке барайық. Мен сізге кішітіліп тұрып шай келіп жүріңізші. Мына жақтан не бар? Ештеңе, радио ғой? Радио. Қайдағы радио, мына Гүлбаушан емес па? Аға, кірмей-ақ қойыңызшы өтініш. Не істеп жатыр мыналар? Аға, өтінем кірмей-ақ қойыңызшы, енді ересек адамдар концерттің алдында кішкене бой сергітіп дегенде ғой, аға, енді түсініп тұрсыз ғой. Тұршы, істерің дұрыс па сендердің? Тұр былай. Аға, кірмей-ақ қой. Аға деймін, аға. Не істеп тұрсыңдар? Ой, әкең түкте күлкілі емес. Тоқсын аға, менің кінәм жоқ, бұл барлығы Данчоктың идеясы. Идеяларың сендердің. Ойбай аға. Әзілдің отауында жүріп, не болды? Бір қалжың көтере алмай қалдыңыз ба? Сендер мені досымның алдында ұятқа қалдырдыңдар ғой. Аға, өзі ғой бағана.
кесеге шайдың орнына коньяк құйып берген. Коньяк? Иә? Жақсылық түсінбейді екенсіңдер ғой сендер. Жалғастырасың. Вообще рока шаршадым. Мейірман аға. Біз 3-ші қатарда 6 мен 7-ші орында отырамыз. Біздің гүл беретінімізді айттың ба? Жоқ. Гүл беретін болсаңыздар, бөлек ақша төлейсіздер. Мынау аз болады. Көрермендердің жиналып жатқанын барлық ракурстан түсіре беру керек. Айдар, Б секторын ұста. Олмекен апай. Мейірман ағаны әлі таба алмай жатырмыз. Бір 10 минутқа кешік бастасақ бола ма? Қызықсыңдар, адамдар, техника бәрі дайын тұр. Ұзақ күте алмаймын, 5 минут. Одан кейін концертті бастай берем. Жарайды. Бауыржан, С секторын ұста. Мейірман аға? Ал, құрметті әріптестерім, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгін концерт өте жоғары деңгейде өтетініне сенімдімін. Барлықтарыңыз білесіздер, бағдарлама өзгерді. Бірінші Роза шығады. Концерт кім жабады сонда? Лұға концерттерде Роза ән айтып болғаннан кейін халық орындарына тікесіне тік тұратын еді. Әннің соңында халықты орындарына отырғыза алмай әуре болып жүрмейік әкең. Ол еш нәрсе емес қой. Роза бірінші ән айтып болған соң концерт бітті екен деп халық үйге қайтып бара жатпасын. Концертімізді осылай керемет, жоғары көңіл күйде өткізейікші. Иә. Оқман аға. Біз Мейірман ағаны таппадық. Қалай таппадыңдар? Барлық жерді қарап шықтық. Екінші болып сендердің номерлерің тұр емес пе? Иә. Енді не істейміз? Мүмкін 90 мен Вайстың номерін жібереміз. Жоқ Құдеке. Лұқа, біз киініп үлгермейміз, басқа номерлер бар ғой. Лидияға қамзал дайындаңдар. Иә. Жай ма? Дайындал. Мейірманның рөлін әже болып сен ойнайсың. Ойбай, мен сөзін де білмеймін ғой. Қалай болады екен бұл жалпы? Мен барлығын жатқа білем, Лұқа ойнай салайын мен. Айтып отырмын ғой, біз деген үлгермейміз деп. Үлгермейді екенбіз, ренжімеңіз. Киініп үлгермейміз. Одан да сен Лидияға сөзін жаттауға көмектес. Жақсы. Сендер ақ тұрсыңдар. Бар. Міне, Мейірман біздеңдер. Көмектесесіз. Көздеріңе ғашық қоңыр шашқан, алыстарға жетелей еремін, сені ғана бақыт деп сенемін, еркен. Арманымдай алдағы, ақшуақтай таңдағы, аялай бер арманым, аялай бер. Сандуғаштар жырлаған,
Мейірман аға? Аға, Алло, Мейірман аға, алло. аға дейін. Тұрыңыз. Ей, концерт бітіп кетті ме не? Жоқ аға, енді басталды. Ойбай, онда Роза неге ән айтып жатыр? Жүріңіз аға, сізді бағанадан бері іздеп жатырмыз ғой. Ойбай. Келіңіз, мен көмектесейін. Лидочка, айналайын, уайымдамашы, сондай қиын рөл емес қой. Қалай уайымдамайсың, Құдеке? Еш дайындықсыз сахнаға шығайын деп тұрмын. Бірінші рет емес қой, Лидия. Вот именно, бірінші рет емес. Үйренісетін уақытың болған жоқ па? Баршы сен, онсыз да сөзімді ұмытайын деп әрең тұрмын. Жарайды, болды. Егер де сөзден шатасып жатсаң, сен маған ымда. Мен саған Мейірманның репликаларын айтып тұрам, жарай ма? Сөйтейікші. Болды, сен профессионалсың, қазір жағымызда тақ-тақ етіп істейміз мына сахнаны. Уайымдама болды. О, Лидочка, қалайсың ы? Көкем, қайда жүрсің сен? Сен орнына сахнаға шығайын деп тұрмын. Так. Ұрыспа. Менің орыма шығудың қажет жоқ, өзім шығамын. Ой, не болды? О, Луха, уайымдама. Все под контролем. Басып кете жаздадым ғой. О, бәке, машинаны ызғытады екенсің, Жаңа машина болғасын өзі дұрыс айдай алмайсың, әке. Енді мына сен Астанаға бірінші рет келген кезде құрдас жақсылап қыдыртайын деп тырысып жатқаным ғой. Мына екеуміздің көріспегенімізге қанша жыл болды? 20 жыл болды, бәке. О, зымыраған уақыт-ай. Иә. Ал енді құрдас мына Астанаға келгеннен кейін құр қарап отырмайда көшелермен таныстырып отырайын сені. Иә. Мына келе жатқан көше Абай көшесі, Құнанбаев. О, жарайсыңдар, Өсер елдің баласы деген осы екен ғой, Не деген көше, түф. Мынау ғимарат. Қандай ғимарат, бәке? Бұл ғылым академиясы. Ғалымдар осында тұрады екен ғой, Ой, тұрады, жатады, өздері біледі. Мынау ғимарат, сол жақтағы. Ол не ғой, агропром. Біздің халықты сүтсіз, майсыз, жайсыз қалдырған көкелер осында екен ғой, Осында. Жарайсыңдар, не деген құрмет бұларға? Құрдас, байқайым сен что-то крупны сөйлеп жатсың ғой. Ана алдымыздағы ғимарат, ол қандай ғимарат? Ол су министрлігі, минератор. Біздің Балқаш пен Аралды жұт қылдырған осы кісілер екен ғой, Саған Алматының көшесінің бәрі жақпады ғой, Есік жайлап жабе, жаңа машина. Бұл. Жүр ана, қаймақ жеп қайтайық екенбіз. Жақсы. Ал, бәрі жиналды ма? Мейірман аға келді ма? Мен осындамын. Біздің Миша концертке кешіксе де тамаққа кешікпейді ғой.
Лұқпан аға менсіз отырысты бастай беріңіздер деген. Ал, Құдайберген аға. Онда батаңызды беріңіз. Бастай береге. Құдеге, қысқасынан қайырасың ғой, бәріміздің қарнымыз олып тұр. Ондай болса, концертіміз көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын, келесі біздің концертте барлық көрермен шок болсын. Әумин, әумин. Лұқпан аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Есімім Дулат, мені телеканал жіберді. Сұхбат алуға ма? Жоқ, сізбен бір әңгіме бар еді. Айтқаныңыз келсе. Негізі бағана көшелер мен ғимараттар жайында айтқан интермедиа мықты болды, иә? Концерттен шыққан адамдардың бәрі айтып жүр. Сценарист кім болса да мықты жазыпты. Айтыңызшы аға. Мықты. Иә, Ол сценарийден емес, ол оны ойнайтын әртістен. Солай ғой Құдайберген аға? Жоға, сценарий мықты болса, оны ойнату да оңай ғой. Ой, Құдайберген аға. Сіздің қарапайымдылығыңызға таң қалам ше. Мен де таң қалам. Қалай мен осы қарапайым әрі талантты қып жаратқан едім. Ал, жігіттер, арулар, енді Лұқан өзі болған кезде дұрыстап таныстырар ма еді? Таныс болыңыздар, бұл жігіттің есімі Қайсар. Фотограф, біздің театрдың архивтерін түсіруге келген. Ой, әкең, түсірем деп айтсаңшы. Ол түсіретін нәрсе бар, түсірмейтін нәрсе бар. Айсар қай жақтан боласың? Семейден аға. Ой, өнім, кел отыр қасыма. Кел. Кел. Тұрыз. Кел. Давай. Кел. Айсар, кел. Отыр. Отыр. Бауыржан, күнде отырып жүр қасыма. Балдыз болдың да. Құй, балдызға. Жоқ, аға мен ішпейтін едім. Онда сен шпионсың. Неге? Мен себебі ішпейтін адам шпион болып келеді. Қыздар Қайсарға тамақтан, салаттан салсаңдаршы. Гүлбаушан, қыздар дейді, қыздар. Сен отыра бершейші. Жынды. Келдің ба? Кел, әке. Сюрприз студию. Ал, құрметті әріптестер, мына сияпатты қабыл алыңдар. Менің атымнан. Тоқа, бұның бәрін қайдан алдың? Шоу-бизнес қой, Құдайке, шоу-бизнес. Ай, тоқсын. Мына шоу-бизнесіңнің адресін жіберіп қойшы маған. Ақша жоқ кезде барып тұрайын. О, күйеу бала келді. Төрлет. Қалайсың? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. 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 Аманбысың азар? Қалайсың? Концерттеріңіз күшті болды аға. Гүл алыпсың ғой. Айлық түстің ба не? Кере ойны. Парктен жұлып алған ғой. Ерман аға, айтса да сіз сыртта көрермендеріңіз күтіп тұр. Қыздар ма? Иә. Әдемі ма? Әдем аға, әдем. Қой онда мен барып қайтайын. Тыныш отырша, қатын бала шағаң бар емес пе? Енді қатын бала шағам бар деп түсіндіріп келейін да. Біздің духи қайда? Біздікі несе осыны? Менің духимді өзіме қарағанда сен көп себесің бар ғой? Ай, Лидичка, айлық түсін мен саған жағасын алып берем. Сосын, ана біздің үйдің әйелге, мына духи сенің духиыңның исі деп айтшы. Айтпесе концерт сайын үйде жалғасы болып тұрады. Айтпаймын, саған да сол керек. Айтпаймын. О, біздің Ақтотының жігіті пайда болған ба? Жоға, бір жігіт Данагүлге беруін өтініп еді. Міне, гүл деген осындай болу керек қой.
Ақтоты сен білесің ғой, мен танымайтын еркектерден гүл алмайтынымды. Өзіңе қалдыра бер. Енді бұл Әйел бала шаған бар десем түсінбейді. Әрең түсіндірдім. енді бұл сізге арналған гүл ғой. Өзіңе қалдыра бер жан. Ой, арулар. Не, мына гүлді бөлісе алмай жатсыңдар ма? Әкел маған. Үйдегі жеңгелеріңе апарып берейін. Мына гүлді алған соң біраз құлағым тынышталатын болды. Гүл иесін тапты. Фотоаппарат сен, а? Мен фотоны өзің шығарасың ба? Өзім шығарам. Тойға шықсақ қалай қарайсың? Асаба плюс фотограф. Жақсы ақша табамыз. Болады. Құрметті әріптестер, мен бір тілек айтайын. Рұқсат берсеңіздер. О, Данчо. Сөйлеші. Шынымды айтсам, тамаша мені қатты шабыттандырады. Енді біздің тамашамыз ол халықтың көңіл күйінің, өмірлік қиындықтарының дәрумені ғой біздің тамаша. Солай емес пе? Солай. Солай. Иә. Осындай керемет атмосфераны ұйымдастырып жатқан ең алдымен сіздерге әріптестерім мың алғыс айтам. Аман болыңыздар. Авторларымыз, сценаристеріміз аман болсын. Әрине енді бізді үнемі көкке көтеріп жүретін көрермендеріміз аман болсын. Солай емес пе, иә? Тамаша үшін! Тамаша үшін. Қане, соңына дейін ақпайға бәрі. Тамаша үшін. Тамаша үшін. Тамаша кел. Ал, Тоқа. Олай болса, Катюшаны айтсаңшы бір. Ой, дайын емеспін. Айтсаңшы, Тоқа. Дайын емеспін Тоқа. деймін. Бір әудеп жібереді. Ал. Жарайды. Қысқаша қайрасың. Просим. Өздерің естіп жүрсіңдер ғой. Қай жерден? Басында оқиғаны білесіңдер. Ана өзбек үйленгеннен кейін алып кеткен ғой. Иә, өзбекті. Айтша сен. Үйіндегі қатын сағынып. Жағдай осылық мана. Олар неге сондай шешім қабылдады екен, а? Оны енді басшылықтан сұрайсыз. Мен тек хабар жеткізуге келдім. Сау болыңыз. Выходила Катюша Джан. Джамиля canım, hatunum. Ay Jamila canım. Кейін өзім айттым, дайын емеспін. Дұрыстап айтып беремін өзге. Мен бір хабарландыру. Ой, әкеңіз бер құяды. Хабарландыру. Мені Москваға шақырып жатыр. Так. Не істейміз енді? Бұған қуанамыз ба, жоқ уайымдауымыз керек па? Әрине қуанасыздар. Мен ол жерге жайдан жай бара жатқан жоқпын. Халықаралық эстрада артистерінің конкурсына бара жатыр. Рахмет. Бірақ ол жерге дайындаған арнайы нөмірім жоқ. Сол себептен Тоқа, Катюшаңызды алып барсам қалай қарайсыз? Ай, әрине, бердім батамды. Жеңіспен орал, Жолың болсын. Катюша үшін алып жіберейін. Катюша дүният болады. Өзбектерден ұят болады, Катюша. Жеңіспен орал.
Жол Ал, болсын. Катюша жұлып алып келейін деп тұр ғой. Ал, құрметті әріптестер, мен бір тост айтып жіберейін. Тамаша жай ғана театр емес. Тамаша біздің барымыз. Тамаша болмаса мен өзімнің өмірімді елестете алмайды екем. Тамаша үлкен бір отбасы. Лидия анамыз. 90 жас үлкен болса да ерке баламыз. Мейірман ортаншы ұл. Мен осы үйдің үлкен ұлымын. Ортамызда 3 қарындасымыз бар. Құдеке менші. Сен көршінің баласысың. Енді біздің мамочка мені енді ерекше жақсы көреді ғой. Қойыңызшы. Барлықтарын бірдей жақсы көрем ғой. Ал Қайсаржан, осында үлкен отбасыға қош келдің. Тамаша үшін. Тамаша үшін. Тамаша үшін. Концерт қалай өтті? Жақсы өтті. Шаршап тұрсың ғой? Иә, өте ауыр күн болды. Бірден шыға береміз бе, әлде демалып аласың ба? Қайда? Алмас үйіне қонаққа шақырып еді ғой. Жарайды. Онда бірден шыға берейік. Не болып қалды? Бірдеңеге уайымдап тұрсың ба? Тамаша жабылды. Жабылғаны несі? Орталық телевидение қаржыландыруын тоқтатты. Енді эфир де жоқ, тамаша да жоқ. Әлде біреудің жолын кестім ба? Түсінбедім. Бәрі маған сеніп, театр үшін барын салып еді. Енді театр жабылса, бәрі жан жаққа тарап кете ма деп қорқам. Енді оларға не болады? Уайымдамаш, бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Жоқ, олай болмайды.
ертең барып басшылықпен өзім сөйлесуім керек. Онда бүгін ешқайда шықпай-ақ қояйық. Шай ішші. Мен бауырсақ пісіріп қойдым. Тамаша театры. Иә, бір жағынан қарасаң, жай ғана қарапайым театр сияқты болып көрінуі мүмкін. Бірақ идеология тұрғысынан қарасаң, өте қауіпті қару. Олар халықтың санасына, пікіріне қатты ықпал ете алады. Мәселен, өткендегі концертте Горстрой туралы айтқан әзілдері немен аяқталды? Директоры жұмыстан кетті. Ал кешегі ғимарат және көше атаулары туралы әзілдерші. Совет одағының идеологиясына нағыз қарама-қарсы дүние. Сол себепті тамаша театрын жабу туралы шешім қабылданды. Демек, тамаша театр жабылса менің жұмысым бітті ме? Театр жабылғанымен театр әртістері халықтың арасында өте танымал. Олардың айтқандарымен қарапайым халық санасады. Егер ертең бәрің алаңға шығыңдар десеші? Ондай дүрбелең немен аяқталатынын біз бәріміз де көрдік. Сол себепті оларды уысымыздан шығармай тырп еткізбей ұстап тұру үшін әрқайсысына компромат іздеу керек. Ал бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз сенің жұмысың енді басталды деген сөз, Қайсар. Түсінікті ғой? Қоп болғыз. Күтпеген тосын сый. Мені фотограф деп ойладыңдар ма? Тамаша дәл талай жұмыстар толып тұр. Алда не істейтінім сендерге қызық болса, төмендегі сілтемеге өтіп, келесі бөлімді тамашала. Күтем. Қайсар. Олар туралы бүкіл ақпаратты білетін бір ғана адам ұстасаң жеткілікті. Сәлем. Сағынып ақ тоты. Опа, Гай. Тоқтағай жерге тоқта. Не болды, шештің ма? Құдай берген үйіне ме? Қайдағы? Апоркоға? Тамаша эфирге шықпайды. Өйткені бүгіннен бастап тамаша жабылды деп сынай беріңдер.